Келме қыздар, бүгінгі видеода шрифтарды қалай приложенияға орнатамыз, соны көрсетемін. Ол үшін өздеріңізге ұнаған шрифтті телефонға сақтайсыздар. Шетіндегі 3 кнопкаға бассаңыздар, сохранить загрузки деп тұр. Осыған басамыз. И менде Android, менде сақталған шрифттар My файлы деген папканың ішінде тұрады. Міне только что деп төбесінде тұр. Немесе загрузки деген, загрузки деген папканың ішінде тұрады, бөлімінде тұрады. Үстінен бассаңыздар, осылай таңдалады. Птичка қойылып, төмен жағында қарасаңыздар, переместить, копировать, поделиться, удалить деп тұр. Сол жерден копировать деген функциясын таңдайсыздар. Қайтадан шығамыз и память устройствоға кіреміз. Осы жерде fonts деген папка болады. Егер де fonts деген папка болмаса, онда өздеріңіз жоғары жағындағы 3 кнопканы басып, добавить папку деп, fonts деп осылайдан папка сақтап қойсаңыздар болады. Мен де міне солайдан жасап, fonts деген папканы сақтап алғам. Осы жерге міне копировать сюда деп басасыздар. Мен қазір баспаймын, себебі менде бұл шрифт уже бар, орнатылған. Міне копировать сюда дегенді бассаңыздар, бірден уже телефондағы приложенияларға шығып тұратын болады. Енді кеттік, неге барамыз? Pixart приложениясына барамыз. Менде взломанный Pixart мынау. Так, қазір мына соңғы тұрған шаблонға жазып көрейік. Текст дегенге басамыз и жазамыз. Мысалға, кім? Мадина. Тұсау кесер. Так, жаздық. Енді мына төмен жағында қарасаңыздар шрифттар тұр, иә? Бұл өзінің жаңағы ненің өзінің шрифттары. Жоғарғы тұрған стрелканы басасыздар, My шрифты деген жақты қарайсыздар. Бұл жерде сіздерде пустой болып тұратын болса, төбесіндегі добавить шрифты деген жаққа кіреміз. Бұл ол үшін сіздерге взломанный Pixart керек. Взломанный Pixartты тоже берем, соған не аласыздар. Скачать етіп аласыздар. Менде енді барлық нелер нетілген. Шрифттар көрдіңіздер ғой, сақтап тұр. Міне осы жақтан так сақталған шрифт бар, менде мына жақта елі бәрін. Міне, міне шрифттар тұр. Осы шрифтті мына жаққа сақтаймыз. Өсіп төбедегі добавить шрифты деген жерден кірсеңіздер, загрузкаға сақталған шрифттардың барлығы көрініп тұрады. И бірден соны таңдасаңыздар, на Pixart'тағы My шрифты деген жаққа кіреді. Өзгертті, болды енді. Цветін өзгертіп қалағандай, сыртынан обводка жасап, міне. Осылай шрифттарды телефондарыңызға сақтап алып, Pixartпен жазуын жаза бересіздер.